Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Асылай. Бүгін сіздермен барлығымыздың сүйікті патшуба салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін картоп, сәбіз, қызылша және де жұмыртқаны жақсылап жуып аламыз. Барлығын кастрюльге орналастырып, үстіне су құйып, қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Көкөністеріміз аз немесе көп болып қалмас үшін нақты қанша тарелкаға қанша дана керек екенін описаниеге жазамын. Бір рет қайнап шыққаннан кейін қақпағын ашып қоямыз. Жұмыртқаларымыз 15 минуттан кейін піседі. Бірінші жұмыртқаны алып қоямыз. Қалған көкөністердің піскенін шанышқымен байқаймыз. Енді барлығын кезек-кезектен қабығын ашып шығамыз. Келесі жұмыртқаны терканың ең майда көзінен өткіземіз. Қалған көкөністерді осындай үлкенінен өткіземіз. Селедка немесе шпрот қолдансаңыздар болады. Салаттың формасын өз қалауларыңыздағы формамен жасасаңыздар болады. Осылай майдалап, бөліктерге бөліп кесеміз. Видеода көрсетілгенде ең астына шпротты салып, үстіне тұз сеуіп, майонезімізді себеміз. Осындай тәртіппен қалған көкөністеріміздің барлығын орналастырып шығамыз. Картоп саламыз. Сәбіз саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Картоп, сәбіз, жұмыртқаны тағы да қайталаймыз. Ең соңында қызылшамызды салып, тұзды сеуіп, майонезді кубик қылып жағамыз. Ақырындап формамызды аламыз. Салат өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.